Қымбатты оқушы, біз енді өзіңмен қимылсын бағыныңқы сабақтас деп аталатын сабақтастың келесі түрін бастаймыз. Қимылсын бағыныңқы сабақтас, бағыныңқы сыңары басыңқыдағы істің, амалдың қалай орындалғанын білдіретін сабақтастың түрі. Соған орай оның сұрақтары да қалай, қайтып, қайткен күйі, қайткен қалпы деген сұрақтарға жауап береді екен. Жасалу жолдары қимылсын бағыныңқы сабақтас ең бірінші көсемшенің ұп, үп, а, и тұлғалы жұрнақтары жалғану арқылы жасалады екен. Мысалы, сарайдағылардың назарын түгел аударып, есіктен Нұрбике сұлу енді. Міне, бұл жерде қайтып енді, Нұрбике сұлу есіктен қайтып енді, сарайдағылардың назарын түгел аударып енді. Міне, мынау басыңқы сыңар, мынау бағыныңқы сыңар. Бағыныңқы сыңардың баяндаушы, міне басыңқыдағы істің қалай болғандығын айтып отыр. Қайтып енгендігін. Демек, сұлу әйел есіктен кірген кезде бүкіл сарайдағы еркектердің бәрінің назарын түгел өзіне аударады ғой. Міне, дәл осылай көркем әдебиеттің бейнесін әрі қарай күшейте түседі екен. Әрі қарай ме, бабе деген болымсыз етістіктің жұрнағынан кейін есімшенің с жұрнағы жалғанады, оған ден деген шығыс септігінің жалғауы жалғану арқылы да қимылсын бағыныңқы сабақтас жасалады екен. Жанарын төрдегі сүйіндіктен аудармастан Құнанбай зор даусымен ұзақ сөйледі. Қайтпестен, аудармастан. Демек, аудармастан деген міне ме болымсыз етістік, с есімшенің жұрнағы, дан деген шығыс септігінің жалғауы. Жұрнақ жалғаулар құралып бірге тұрып, қайткен күйі немесе қайтпестен деген сұраққа жауап беріп, бағыныңқыдағы іс, басыңқыдағы істің қимылын сынын білдіріп тұр екен. Құнанбайдың қалай сөйлегендігін көрсетіп отыр. Міне осы арқылы Құнанбайдың ешкімге жалтақтамайтын, турашыл, бір беткей тайсалмайтын мінезін көрсетіп тұр екен. Әрі қарай Ғанген деген есімшенің жұрнағы есіңде шығар оқушы. Міне, ғанген дейтін есімшенің жұрнағына күйі, қалпы дейтін көмекші сөздердің тіркесуі арқылы да қимылсын бағыныңқы сабақтас жасалады екен. Мысалы, еламан немесе тәңір берген тікірейген күйі Ақбалаға бұйрық берді. Қайткен күйі тікірейген күйі. Міне, Ақбалаға қайткен күйі бұйрық берді, тікірейген күйі бұйрық берді, тәңір берген. Міне, бұл жерде де қимылсын бағыныңқы сабақтастың баяндаушы мынау тікірейген күйі екен. Келесі жасалу жолы. Ғанген есімшеге дей деген жұрнақ жалғанады, оған болып деген көмекші етістік тіркеседі. Жаңа ғана талып қалғандай болып, Әбдірахман қыбыр етпестен ұзақ жатты. Жаңа ғана талып қалғандай болып, қайткендей болып, талып қалғандай болып. Міне, байқап отырсақ, барлық бағыныңқы сыңарлардың қимылсын бағыныңқы сабақтас оңай екен, және қалай қайтып деген сұраққа жауап береді екен де, басыңқыдағы істің амалын, сынын, қимылын қалай орындалғанын білдіретін сабақтастың түрі екен. Демек, сұрақ қойған кезде, басыңқыдан бағыныңқыға сұрақ қойған кезде, қайтып, қалай, қайткен күйі деген, қайткен қалпы дейтін сұрақтарға жауап беретін болса, бұл міндетті түрде қимылсын бағыныңқы сабақтас болады екен.